Yaz birazın. Ne aytam? Машина. Lamp решить. Кымбат болып кеткен ба? Өзі согласен берді. Өзі келісім беріп отырсың ба? Егер келісіміңіз берсе, өзі онда не басында. Бірақ оны алып бермейді. Өзі келісім болатын болса, оны алып беру үшін сәлемет қойып солай. Міндетін ол не болмайды. Негізінде біз айтады да, қымбат та болмау керек. Арзан да болмау керек дейді. Алда келісімдерің өздерінің келісімдерін болатын болса, онда ертең тоққа жермесін. Алып беремін да бар. Оны шет айтып болмау керек. Алмайым десем, алып беремін десем айтып десем. Алып беремін да. Нені айтасыз? Ақымызды нені талап қыласыз? Телефон. iPhone 13. Машалла. Разысыз ба шоға? Кейбір қара көз қарындастарымыз әсіресе тұрмысқа шыққандары, ана тұрмысқа шықпағандардың құлағынан сыбырлайды екен. Сен мақырде сұраған кезде ананы айтып қал, мынаны айтып қал, ананы сұрап қал, мынаны сұрап қал. Бұл да дұрыс нәрсе емес. Бұл нәрседен де біз қайтарамыз. Әрине сұрауға хақысы бар, бірақ ол негізгі мәселе емес қой, дұрыс па? Ол онсыз да үй сұрайды. Біз өткенде Алматыда бір некесін қиындап жатсам, үй сұрап бір да қарындас. Енді жігітке қарасам, ол ыңғайсызданып отыр ана жерде. Кейін мен де сұрадым, мен үйде не істейсің дедім. Мысалы ертең екеуің онсыз да үйлерің бар екен. Өзің жеке үй қойып қоймақсың ба, не істейсің деймін ғой. Енді үйім болсын да дейді. Үйің сен мына жақта ғой сен. Или анау жексенбі күндер мен үйіме кеттім де барып демалып тұрасың ба деймін бар жаққа. А мына ешқашан жібермейді сен. Қалай сен оны не істейсің? Дегенім қарындас өзі ұялып кетті. Ана Айбетпен жай сұрап жатқаным ғой деп сөз бұрып жіберді да былайынан. Бауырлар, өткенде айттым ба айтпадым ба сіздерге мынау Камри мәселесін, иә? Бір қарындасымыз сол алғашқы сол Камрилар Қазақстаннан келіп жатқан жылдар еді. 2000 қай жылдар келді? Сол жылдар. Некеде сол Камри сұрады, салоннан Toyota Камри алып берсін деді. Жігіт айтты, алып берем деді. Бірақ мына әйел мен ешқашан мынамен тұрмаймын деді. Имамға айтты, атмен қылыңыз бәрін деді. Бірақ жігіт сөзінде тұрды, барып соның айтқан Камрин әкеп кілтін берді жаңа қызға. Бірақ неке қиылмады. Қыз қатты өкінді сол жерде. Жігіт айтып жатырды, мен онсыз да саған алып беретінім ғой дейді. Менде бар ғой нәрсе дейді. Мен қаламаймын дейді, ұрпақтарым осындай дүниені аңсаған қызбен мен бір шаңырақта тұрғым келмейді дейді. Маған дүниені армандамайтын, ибалы, ұятты деп қызды осындай мен іздеген едім дейді. Бірақ саған дүние керек болса, мен саған машинаңды алып берейін деп машинасын алып берді, бірақ неке қиылмады. Сол жаңа айтқанымыздай, кейбір қара көздеріміз айтып қойып, пайғамбарымыз айтқан, қыздардың мынау үйленген кезде, махр сұраған кезде жігітке салмақ салмайтындай сыйлықты сұраған қыздар не деген ақылды қыздар, не деген көрегенді қыздар екен деп мақтаған хадистер бар пайғамбарымыздың. Яғни сұрау керек екен ғой деп те сұрай берместен, сонда кішкене біз не істеуіміз керек екен, жеткізіп жүруіміз керек екен.